Саламатсыздарма оқушылар, бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы күрделі шарттарда программалау. Оқу мақсаты Python программалау тіліндегі күрделі шарттарда программалау. Бүгінгі сабақта үйренетініміз күрделі шарттар туралы біле аламыз, логикалық қосу, логикалық көбейту, логикалық терістеу туралы біле аламыз, логикалық амалдар туралы түсініп аламыз. Python программалау тілінде күрделі шарттарды қолдану туралы біле аламыз. Қарапайым шарттар бір салыстыру амалынан тұрады. Мысалы, үлкен, кіші, үлкен немесе тең, кіші немесе тең, тең немесе тағы басқа сол сияқты. Алайда кейбір жағдайларда қарапайым шарттарды күрделі шарттарға біріктіру қажеттілігі туындайды. Мысалы, күн суық және қар жауып тұр. Күрделі шарттар логикалық амалдар көмегімен біріктірілген екі немесе бірнеше қарапайым шартты тексеретін қатынастар. Not, яғни логикалық терістеу емес немесе жоқ деген, яғни болдырмау дегенді білдіреді. And, логикалық көбейту және екі шарттың да бір уақытта орындалуын білдіреді. Or, яғни логикалық қосу немесе деген сөзді білдіреді. Екі шарттың кем дегенде біреуі орындалады. Ендеше балалар, бейнебаянға көз жүгіртелік. X тең true, Y тең false. Енді print шығарамыз. Бірінші жәнені, яғни біз бір-біріне айырғыш жазып қояйық. Апострофтың ішіне және тең, and тең, яғни ол сөз экранға шығады. X және Y. Print шығарамыз немесе. Енді бұл жерде X немесе Y. Print, яғни енді біз терістейміз. Мысалы, not, яғни not Y. Келесі print not X тең. Экранға шығады. Және жауап not X. Енді жауабына қарайық. Бірінші және. Ақиқат және жалған. Нәтиже жалған. Келесі немесе. Ақиқат немесе жалған. Нәтиже ақиқат. Not терістеу. Яғни Y жалған, нәтиже ақиқат. X ақиқат, нәтиже жалған. Екінші мысал. Енгізілген санның 10-нан артық немесе тең және 100-ден кіші немесе тең екенін тексеретін программа құру. Программа коды берілген, тексеріп көрейік. Программа кодын жазайық. N тең end input. If егер n үлкен немесе тең 10 және n кіші немесе тең 100-ге print. Yes деген жауап, әйтпесе print no деген жауап экранға шығады. Енді нәтижесін тексеріп көрейік. Бірінші 5 no деген жауап шықты. Келесі 25 Yes деген жауап шықты. Міне 120 no деген жауап шықты. Келесі компьютерде орындайық тапсырмасы. Бірінші тапсырма орындалды, екінші тапсырма 3 сан берілген, 3 санның да оң сан екенін тексеретін программа құру. Келесі 3 санды енгізейік. A, B, C деп 3 айнымалын алып, input функция арқылы енгіземіз. Енді шарт. Егер A үлкен болса 0-ден және B үлкен болса 0-ден және C үлкен болса 0-ден. Print шығарамыз. Егер 3 санда оң сан болатын болса, true деген жауап шықсын. Әйтпесе, false деген жауап шықсын. Тексерейік. 4, 6, 89. True. Келесі мысал тексеріп көрейік. -5, 7, 3. False. Яғни 3 мәннің кез келген біреуі теріс болатын болса, онда жалған мән шығады. Ғажайып карта әдісі арқылы сұрақтарға жауап берелік. Күрделі шарттарды жасауда қандай логикалық амалдар қолданылады? Логикалық амалдар мен қатынастардың орындалу реті қандай? Немесе логикалық амалының ерекшелігі неде? Күрделі шарттар дегеніміз не? Логикалық айнымалылар дегеніміз не? Емес логикалық амал туралы не білесің? Және логикалық амал туралы не білесің? Ендеше балалар дәптермен жұмыс жасаймыз.
Төртінші тапсырма. Берілген логикалық амалдардың орындалу нәтижесін жазыңыздар. Жарайсыңдар балалар. Сандарды таңдай әдісі арқылы сандарды таңдап, логикалық амалдардың ақиқат жалған екенін табайық. Балалар ендеше кері байланыс алайық. Бүгінгі тақырып не туралы болды? Бүгінгі тақырыпта не ұнамады? Бүгінгі тақырып несімен ұнады? Бүгінгі сізді тақырыпта қызықтырғаны не? Сабақта қандай сезімде болдың? Тақырыпқа не қосар едің? Ендеше балалар үйге тапсырмалайық. Пернетақтадан енгізілген 3 санның кем дегенде біреуі тақ сан екенін тексеретін программа құрыңдар. Мысалы, 10, 15, 20 сандар үшін е, ал 10, 20, 30 сандар үшін жоқ мәнін нәтижеге шығару керек. Бүгінгі сабаққа қатысып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.